Қоса берейін ба? Дария кеуде тауымысың, құрыштай құйған құдірет, қарттарым аман саумысың. Армысыздар құрметті көрермендер, қадірменді ақ жаулықты аналар, әжелер мен асқақтаудай әкелер. Бүгін 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесі. Шіркін, неткен уақыт десеңізші, осылай ортамызда жүрген қарияларымыздың бір кезде елі, халқы, келешек ұрпағы үшін жасаған игі істері бүгінгі таңда ерекше орын алады. Қазіргі кезде мемлекетіміздің тарапынан да бүгінгі күні қарттарымызға үлкен мән беріп, оларға көңіл аударып, жан-жақты үкімет тарапынан қамқорлық жасалуда. Қазақстанның өсіп өркендеуіне, еліміздің бейбітшілікте, тыныш өмір кешуіне өз үлестерін қосқан осы ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы деп сенеміз. Міне, енді қарттар күні саналы ғұмырларын отан деп, тынымсыз еңбектерін мемлекетіміздің негізін салуға жол ашқан алдыңғы буын ата-апаларымыздың төл мерекесі. Олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпаққа таптырмас алтын қазына. Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізінен ерген ұрпағына ізеттігін аямайтын, ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген қарттардың орны ерекше. Әр халықтың бойында ықылым заманнан бері қалыптасып, оны өзгелерден даралап тұратын, тек өзіне тән ғана қасиеттері бар. Біздің халқымыздың сондай ерекшеліктерінің бірі үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. Қазақ қарты жасына лайық, аузы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты, ойы терең, ақылы телегей теңіз болып келеді. Міне, осындай теңеуге лайық қарияларға жылына бір рет келетін 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесіне орай өткелі отырған қариялы ел, қазыналы ел атты онлайн кездесу кешімізге қош келдіңіздер. Қымбатты ақылдың кенін арқалаған айбынды аталар, ақ жаулықты әжелер мен аналар, баршаңызды қазан айының алғашқы мерекесі, қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті көрермендер, Zoom платформасы және Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының Facebook әлеуметтік желісінде бүгін бізбен байланыста Түркістан өлкесіндегі бір қатар аудандар. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар, біздің аяулы да ардақты қарттарымызды қолдап отырыңыздар. Жылы лебіздеріңіз, ізгі тілектеріңіз болатын болса, Facebook әлеуметтік желісінде қалдыра отырыңыздар. Бүгінгі онлайн кездесу кешіне Қазығұрт, Бәйдібек, Мақтарал, Жетісай, Сарыағаш, Созақ, Келес аудандары қатысып отыр. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған деп аңызға айналған шежірелі тарихы күллі жұртқа танымал Қазығұрт ауданының құрметті азаматы Молдабай Ильясұлы атамыз бен Шолпан апамыз бүгін біздің кітапханамыздың қонақжай шаңырасында қонақта. Құрметті Молдабай ата, Шолпан апа, қош келдіңіздер. Біз үшін осы бүгінгі мерекеге арнай уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын, немерелеріңіздің, шөберелеріңізді көре беріңіздер. Олай болса, құрметті көрермендер, Молдабай ата мен Шолпан апа туралы қысқаша бейне баяныңызды тамашалаңыздар. Экранға назар аударыңыздар.
Биыл 84-ке толып отыр. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан, әсіресе ауыл шаруашылығындағы сіңірген еңбектері бірнеше рет марапатталған. Құрмет белгісі орденінің иегері, облыстық, аудандық кеңестің бірнеше дүркін депутаты болған. Отбасының тірегі. Зайыбы Шолпан апамызбен 4 ұл, 1 қыз өсіріп, бүгінде немере, шөбере сүйіп отыр. Ақын Сағи Жиенбаев айтпақшы, дүниеге келер бір рет, дария кеуде тау мүсін, құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман саумысын деп 4 жұмақ өлеңге сыйғызған екен. Әрдайым қарттарымыз денсаулықтары мықты боп, әр күндері мерекеге толып, немерелері мен балаларының қызықтарына тоймай, жүздерінен күлкі кетпей, аман сау боп жүре берсін. Құрметті көрермендер, біздің мемлекетімізде назарларыңызға үлкен рахмет. Ал енді мен Молдабай ата мен Шолпан апамен сұхбатты ары қарай өрбіту үшін әріптесім Айтубаева Мөлдірге кезекті берсем. Мөлдір ханым, ата апаларымыздың толығырақ өмірбаянымен, жекпе-жектерімен өзіңіз таныстырып өтсеңіз, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, қымбатты да қадірлі оқырмандар. Қош келдіңіздер, Молдабай ата, Шолпан апа. Бүгінгі 1 қазан қарттар күні мерекесімен өздеріңізді шын жүректен құттықтаймын. Қазақ қариясын әрқашанда сыйлаған халық. Не дейді? Саналы ұрпағы бар елдің қариясы бақытты, ақсақалды атасы бар еді. Балалары бақытты емес пе? Олай болса, Молдабай ата, Шолпан апа, мына өздеріңіздің өмір жолдарыңыз жайлы қысқаша айтып кетсеңіздер осында. Ата, өзіңіз бастаңыз. Рахмет, мұна шақырып, осындай елге, халыққа пайдасы тиетіндей нәрсе болса, соны ортаға салып, бізді шақырып отқандарына рахмет айтамын. Ал енді мен өзім сол уақыттың бір заманның ауалы көкбөрі уақытында менің әке-шешем түрлі жағдайларменен Өзбекстанына өткен екен. Өзбекстанның Самарқанд облысының Замын деген ауданында сояққа барып еңбек жасап, бала-шағасын асыраған. Сол Замын районында Самарқанд облысының мен дүниеге кеттім 1936 жылы. Сол енді Өзбекстанында Самарқанд облысында дүниеге келіп оқып, 7-ші класты бітіргеннен кейін Ташкентте 4 жыл оқыдым. Ташкенттен кейін Москвада 5 жыл оқыдым. Сол оқуларды бітіріп келгеннен кейін осы жаңағы Қаратас ауданы деуші еді ол кезде, Лелін ауданы деді, әзір Қазығұрт ауданы. Сол арада қызмет жасадым. Осы уақытқа дейін әртүрлі. Мен енді бөлімшеде де істедім, қарапайым жұмыста істедім, қызмет атқардым, маман болып істедім. Түрлі дәрежеде басшы қызметтерді атқардым. Алланың арқасында, халықтың сенімінің арқасында сол әйтеуір маған сеніп тапсырылған қызметтерді өз дәрежесінде атқаруға барынша әрекет жасадым. Елге, халыққа, мемлекетімізге
осы менімен қызметтес болған облыс қызметкерлеріне, аудан қызметкерлеріне мен шексіз ризамын. Өйткені сол халықтың, жаңа қызметтес болған азаматтардың ақыл ойының туралығыменен солардың қызметті өз дәрежесінде атқаруының арқасында мен де өзіме жүктелген қызметті өз дәрежесінде атқардым ол деген ойдамын. Ал енді қызмет істеп жүріп, міне үйлі жайлы болдық, балалы шағалы болдық, Аллаға шүкір. Олар да әзір еңбек жасап жатыр. Мына сол бала шағаның анасы Шолпан екеуміз әйтеуір бар мүмкіншілігімізді іске қоса отырып, сол балалардың, қыздардың, неберелердің, шөберелердің өз дәрежесінде елге, халыққа қызмет жасайтындай болса деген ниетпен солар тәрбиелеп келеміз. Ал енді мен жеке басым қызметтес достарыма да, қызметтес бірге жұмыс істеген барлық ел халыққа да өзімнің ризашылығымды білдіремін. Өйткені мінекей солардың еңбегінің, жақсылығының, адалдығының арқасында мен де сол әйтеуір жақсы атаққа ие болдым деп есептеймін. Ал енді еліміз, халқымыз әр уақытта аман болсын, жақсылығы мол болсын, ел халықтың бірлігінің, еңбекқорлығының арқасында мына мемлекетіміз басқа дүние жүзіндегі мемлекеттерден дәрежесі төмен болмай жақсы болатындығына ол кәміл сенеміз. Сондықтан да мінекей елге, халыққа барлығына мен ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Рахмет ата. Апам өзіңіз айтсаңыз. Өзім туралы айтсам, орта мектеп бітіргеннен кейін тұрмысқа шықтым. Жоғары оқу орнына балалы болдық та, ойланғанменен ол ойым іске асқан жоқ. Сол үй тіршілігіменен Құдайдың берген жаңа ол да күн айтты ғой, 5 перзентіміз бар. Ең үлкен қызымыз, соның кейін 4 ер бала. Олардан немере көріп, шөбере көріп жатырмыз. Немеремнің біразы тұрмысқа шығып үйленді, біразы әлі мектеп жасында да бар. Солардың қызығын көріп келеміз, аталарым екеуміз. Енді мынау қазір телевизор көріп отырсақ, жастарды көп кітап оқымайды, кітап оқыңдар дейді. Менің де ойым сол, әйтеуір немерелерге білгенімізше кітап оқыңдар. Білімді адам барлық уақытта өз орнын табады деп айтып отырамыз. Мына жастарымыз, балаларымыз кітап құмар болса деп ойлаймын. Барлық білім жасөспірімдердің келешегі сол білімде ғой. Білімнің бәрі кітапта. Басқа не айтамын, Құдайдың берген 20 немересі бар, 19 шөбересі бар. Солардың қызығын қызықтап келе жатырмыз. Мына халыққа айтарым, дендері сау болсын. Еш уақытта біздің елімізде жаманшылық болмасын. Ол қыздардың рахатын көріп, мына қарттарымыз көбейе берсін. Бүгінгі қарттар күні құтты болып, өздеріңде мына аталарың жасына жетіңдер, одан асыңдар. Тілегім сол. Рахмет апам да тілегіңізге, өздеріңізде аман, сау, осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Сол немере шөберенің рахатын көріп. Олай болса, мынау Молдабай ата, сізге қояр сұрағым. Ұлттық құндылықтарды бойына жинаған тұлға деп кімдерді айтар едіңіз? Кімді айтар едіңіз? Өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз.
Енді бұл елдің, халықтың қамын ойлайтын, елге, халыққа деп қызмет жасайтын, елдің, халықтың өзінің жүріс тұрысы менен, жасаған қызметі менен сый құрметіне ие болған азамат-азаматшаларды сондай елдің, халықтың сүйікті азаматтары деп санаймын. Рахмет. Және мына жаңа апам айтып кетті, ол жас ұрпаққа айтамын, білімді бол деп. Өзіңіз не айтар едіңіз қазіргі жастарға? Не тілек айтар едіңіз? Енді жастарға айтатын тілегіміз, әрбір ата-ана, әрбір азамат әйтеуір ұлым, қызым жақсы болса, елге, халыққа қалтқысыз қызмет жасаса, осы елдің, халықтың сый құрметіне ие болса деген тілекте болады. Сондай ата-ананың біріміз бізде Шолпан екеуміз. Ал енді жұрттың елменен, халықпенен бірге өмір сүріп, бірге ауыртпашылығын көтеріп жүрген адам жаман болмайды. Біз де мүмкіншілігіміздің барынша осы елдің, халықтың жағдайы жақсы болса, ел, халық осы мемлекетіміздің қамын ойлап, соған лайықты қызмет жасаса деп тілейміз. Ал енді айта берсек сөз көп, бірақ осы ең тоқетері өзімізден кейінгі ұрпақты жақсы елге, халыққа берілген азаматтар болып өсуіне қызмет жасасақ деп ойлаймын. Рахмет ата-ана, тілегіңіз қабыл бола берсін. Олай болса, сөз соңында бата берсеңіз. Я Алла, мына еліміз, халқымыз, мемлекетіміз аман болсын, абыройлы болсын. Қазақ елінде бүкіл халықтың қамын ойлайтын, елдің қамын ойлайтын, өздерінің ұрпақтарының жақсы болуын ойлайтын азаматтар, азаматшалар көп болсын. Ал енді мынау осы уақытқа дейін де қазақ елі осы дүние жүзіндегі елдердің, мемлекеттердің арасында шілей алға шығып кетпесе де ортадан жоғары атаққа ие болып жүрген мемлекеттің бірі. Алла осы мемлекетіміздің абырой атағын арттыра берсін. Мемлекетіміздің, ұлтымыздың халықтары осы елдің, халықтың қамын ойлайтын азаматтар болып, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, үлкен ынтымақпенен жақсы қызмет жасай берсін. Рахмет ата, айтқаныңыз келе берсін. Сіздерге көптен көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп келіп отқандарыңызға. Олай болса, ата мен апаға рұқсат бер. Молдабай ата, Шолпан апа, алтын уақыттарыңызды бөліп, Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасына келгендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Аман болыңыздар, сіздеріңіз сау болсын, ғұмырлы болыңыздар, перзенттеріңіздің қызығын көре беріңіздер. Ал енді ата, апа, орамал тол болады, жол болады демекші, біздің кітапханамыздан кішкене сый-сияпаттарыңызды қабыл алыңыздар. Мерекеге байланысты мінекей кітапханамыздың қазір аяқ астына сіздер үшін арнайы шығарған күнтізбегін қабыл алыңыздар. Бұл күнтізбекте өздеріңіздің суреттеріңіз бейнеленген. Біз осы күнтізбекті қарап отырып, осы кітапханамызды естеріңізге алып отырасыздар. Атаға тапсыруға рұқсат етіңіз.
үлкен рахмет айналайын. Еңбектерің жемісті болсын, отбасыларың аман болсын, өсіңдер, өніңдер. Аумин ата, рахмет. Шолпан апа, мінекей кітапханамыздың тарапынан кішкене сыйлығымыз. Шолпан апаға бере салайық. Құрметті көрермендер, Шолпан апа мен Молдабай ата қазір Қазығұрт ауданына жол жүрейін деп жатыр. Сондықтан бұл кісілерге біз өз рұқсатымызды берейік. Ендеше ата, апа, аман есен, ауылдарыңызға жетіп алуларыңызға тілектеспіз. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет айналайын. Өсіп өніңдер, аман болыңдар. Рахмет ата. Көзді сәл ескерін керек баран айналайын. Рахмет айналайын. Аман болыңдар. Жақсы рахмет сіздерге. Рахмет, көргендерің өскен. Жақсы рахмет айналайын. Құрметті көрермендер, онлайн кездесу кешіміздің келесі қонағы. Осы кештің ұйымдастырушысы Ыбырай Алтынсарин атындағы Түркістан облыстық балалар кітапханасының тарапынан кітапхана ардагері Айткулова Шарапат апайымыздың жасаған ықыласына назар аударыңыздар. Эфирде Шарапат апайымыздың шаңырағы, сұхбат жүргізушісі әріптесім Тұрғынбаева Гүлзира Бөрібайқызы. Құрметті әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Біз міне бүгін ардагер кітапханашымыз Шарапат Келімбекқызы апамыздың немере сүйіп отырған асыл әже Шарапат апа сіздің бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздеріңізге саулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, денсаулығыңыз мықты болып, перзенттеріңіз бен немерелеріңіздің арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Енді өзіңіздің пікіріңізді, ниетіңізді эфир барысында жолдастаңыз. Алдымен бүгінгі қарттар күнімен мені құттықтап келіп отырған ұжымға рахмет айтам. Оның Алтынсарин атындағы, Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасы үлкен қара шаңырақ киелі. Сол қара шаңырақтың басшысы Зоя Оралбайқызына рахметімді айтамын, алғысымды. Әр жылы қарттар күнінде елеп ескеріп, бізді ұмытпастан әр жылында келіп құттықтап тұрады. Тіпті 2017 жылы Экспоға барып қайтуымызға жағдай жасады бізге, жолдама беріп. Енді әр жыл келіп осы қыздар құттықтап тұрады, әріптестерім, барлығына алғысымды айтамын. Биыл міне тағы да келіп отыр шаңыраққа. Рахмет сіздерге. Сол кітапханада бірнеше жылдар бойы жұмыс істеп, абонемент бөлімінде, қорды сақтау бөлімінде, оқу залында істеп, балалармен жұмыс істеу өзі қызық қой. Осы балалар әрі міне ұстаздар күнінде келіп тұр ғой. Ұстаздармен қатар балаларды тәрбиелеуде кітапханашылардың да үлесі өте зор. Оларға болашағымыз дейді ғой біздің. Сол болашақ жастарымызға саналы білім, сапалы тәрбие беруде үлкен үлес қосатын осы кітапханашылар деп білемін. Олардың әрқайсының жүрегіне жол тауып, сұрағандарын, сұрақтарын, іздегендерін бәрін тауып беріп, оларға жақсы дұрыстап түсіндіріп, сондай білімге құштарлығын арттыруға олардың үлестері мол. Кітапханашыларды да бүкіл мынау қарттарымызды түгелдей бәріміз бүгінгі қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алла нәсіп етсе, әрқайсысына қарияларға ұзақ өмір берсін. Немерелерінің алдында, шөберелерінің алдында
солардың бақытты күндерін көруді Алла бәрімізге нәсіп етсін. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Шарапат апай, біз енді сізді осындай мерекемен құттықтап келіп, құр қол келіп отырған жоқпыз. Сізді кітапханамыздың атынан осындай ақжаулықты орамалымызды жауып бердіңізға. Мерекеңіз құтты болсын дегіміз келеді. Рахмет қыздар, Алла разы болсын. Мынау сыйлығыңызды қабылдаңыз. Ал мына тәттімен отырып, немерелеріңізбен отырып, шай ішіңіз. Бәрекелді, рахмет. Өздеріңде өмірлеріңде сәттілік тілеймін. Барлық өмірлеріңде осындай тәтті болып, сәтті болып жүрелеріне тілектеспін. Рахмет. Баршаңызға. Рахмет. Шарапат апай, сізге де үлкен рахмет. Қариясы бар үйдің қазынасы бар дегенде, мың жасаңыз, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Жаңа жоғарыда дұрыс айтып өттіңіз. Біздің қандай да шарамыз болмасын, осы Түркістан облысының мәдениет басқармасының және де кітапханамыздың директоры Бегежанова Зоя Оралбай қызының қолдауымен өткізіліп келеді. Ол кісілерге біздің атымыздан мың алғыс. Келесі кезекте иісі қазақтың кіндік қаны тамған қасиетті Бәйдібек өңірі. Құрметті көрермендер, олай болса экранға назар аударыңыздар. Алдымен Бәйдібек аудандық балалар кітапханасының жасаған бейне ролигін тамашалап алайық. Қайырлы күн, құрметті кітапсүйер қауым. Бүгін біз сіздермен 1 қазан қарттар күніне арналған қазыналы қарттарым атты онлайн кездесуімізді бастаймыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1990 жылы қазанның 1-ін халықаралық қарттар күні деп бекітті. Бұл мереке 20 ғасырда пайда болған. Алғашқыда қарттар күнін Еуропада, кейін Америкада 80 жылдардың аяғында барлық әлемде атап өтетін болды. 1993 жылдың 15 маусымында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша біздің елімізде де қарттар күні аталып өтілетін болды. Түркістан облысындағы тарихы ежелден тамыр тартатын ауданның бірі Бәйдібек ауданы. Қазіргі күні біздің аудандағы зейнеткерлер саны 5127. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміз, тылда еңбек еткен ата-апаларымыз және ғасырмен құрдас әжелеріміз, 10 және одан да көп бала тапқан батыр аналарымызды, барша қарияларымызды төл мерекелерімен құттықтаймыз. Сәлем киген нұр жүзінен әр тайып, қуат кеміп бара жатыр қартайып, отбасында бала шаға қасында 70-тер мен 80-дер жүр қалғайып. Зымыраған сағат тілінің шексіз тықылдап соғуына мән бермеген біз уақыттың қалай жылдам өтіп кеткенін де сезбей қалыппыз. Енді міне алдымызда 1 қазан қарттар күні мерекесі жақындап қалды. Неткен шіркін уақыт десеңші. Осылайша ортамызда жүрген қарияларымыздың бір кезде елі, халқы. Құрметті көрермендер, назарларыңызға үлкен рахмет. Ал олай болса, Бәйдібек аудандық әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Сөз кезегі өздеріңізде. Құрметті көрермендер, өкінішке орай техникалық ақаулықтарға байланысты Бәйдібек аудандық балалар кітапханасы бізбен бірге байланысқа шыға алмай отыр. Сіздерден кешірім сұраймыз. Олай болса, қымбатты достар, келесі онлайн аялдамамыз Ақ алтынды аймақ, мақтанышымызға айналған Мақтаарал ауданы. Сөз кезегі өздеріңізде әріптестер.
Мақтаарал аудандық балалар кітапханасын дайындаған бейне ролигін назарларыңызға ұсынамыз. Тәуелсіздік күнімен пара-пар жыл сайын аталып өтілетін тағы бір атаулы мереке қарттар күні. 1991 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен 1 қазан дүниежүзілік қарттар күні деп жарияланған болатын. Осы жылы Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алып, егеменді ел атанды. Міне сол тәуелсіздігімізбен қатар келген қарттар күні ғұмыры ұзақ, әрі оңай болмаған, еліне адал қызмет еткен жоғары буынға қамқорлық танытып, құрметтеп, апаларымыз бен аталарымызды, еңбекке жарамсыз қарияларымызды қадірлеп, ерекше жылы лебізімізді білдіретін күн. Біздің осындай құнды байлықтарымыздың бірі Мақтаарал ауданы Жаңажол әкімшілігі Ақжол ауылында тұратын Жұмабек Бөкшебайұлы ата мен Меруерт апа Ерболатовтар. Бұл кісілер тек ауыл ғана емес, бүкіл аудан халқы құрметтейтін, туған жерлеріне еңбектері сіңіп, бар өмірлерінің халық игілігіне арнаған адамдар. Жұмабек ата 1950 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында дүниеге келді. 1974 жылы Франко атындағы Житомир мемлекеттік институтына түсіп, филология факультетін бітіріп, елге оралып, өз ауылында ұстаздық қызмет етті. 10 жыл ұстаздықтан соң ауылдық кеңесінде хатшылық қызмет атқарды. 1983-1987 жылдар арасында ауылдық кеңеске депутат болып сайланды. 1987 жылдан ұстаздық қызметіне қайта оралып, 2013 жылы Жаңажол жалпы орта мектебінен зейнеткерлікке шықты. Осы жылдар арасында Жұмабек ата қаншама шәкірттер тәрбиеледі. 50 жыл отасып, өмірдің ащы тұщысын бірге татып, қол ұстасып келе жатқан Меруерт апамызбен сайдың тасындай 4 ұл бір қыз өсірді. Қазіргі таңда 20 шақты немересінің ортасында еліне елеулі, халқына қалаулы, бақытты өмір сүріп отырған қариялардың бірі. Лайым көз тимесін. Сіздердің өмірлеріңіз ұрпаққа үлгі. Қазақтың әрбір шаңырағы сіздерден үлгі алсын, сіздердей болсын. Жұмабек ата, Меруерт апа, бүгінгі мерекелеріңіз қарттар күні құтты болсын. Дендеріңіз сау болып, дәйім арамызда жүре беріңіздер деп тілек айтамыз. Құрметті әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Мақтаарал аудандық әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Мақтаарал ауданы желіде барсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Бүгінгі күн 1 қазан өз бойындағы бар күш сондай еңбек етіп, еліміздің келген ата-апаларымыздың күні бізде бүгін құрмет жылы лебізімізді білдіргіміз келеді өзіміздің де. Бізде міне бүгін ауданымыздағы осындай құнды байлықтарымыздың бірі, туған жерлеріне еңбектері сіңіп, қазір еңбектерінің игілігін көріп, дем алып жатқан Жұмабек ата мен Меруерт апаның қара шаңырағында отырмыз. Жұмабек ата кезінде бейнелер қартайған
келіннің шайын әріптестер бүгінгі мереке аман есен мынау ұрпақтарыңыздың арасында туған туысқан ел жұрттарыңыздың ішінде шапқылап жүре беріңіздер. Мынау біздер балалар кітапханалары жас өспірімдермен, балалармен, келешек ұрпақ жеткіншектермен жұмыс істейміз. Сізге бір сұрақ қойайыншы деп едім. Мынау өсіп жатқан жеткіншектерге, жалпы келешектегі ұрпақтарымызға, жастарға не ойлайсыздар? Бүгінгі ұрпақтарымыз біздің келешекте тіреу болатын сенімді ұрпақтарымыз деп айта аламыз ба? Сұрақ бергендеріңізге рахмет. Мынау бүгінгі қарттар күніне арнайы келіп біздерді құттықтап отқан ұжымға көп рахметімізді айтамыз. Енді жаңа сұрағыңызға келетін болсақ, осы 40 жылдан бері жастарға, балдарға, оқушыларға, түлектерге бәріне білім беріп келгенде қазіргі жастар 21-ші ғасыр дейді. Қазіргі кезде менің бұрынғы салыстырған уақытта көңілім толады. Себебі жастар білімге құштар. Мінекей келешек Мағжан Жұмабаев айтқандай, неміз жастарды деп. Сол себепте мынау жастар келешекте Қазақстанның туын жоғары көтеретін жастар өсіп жатыр. Менің оған көңілім толады. Ұстаздық етіңіз, басқа салаларда еңбек еттіңіз. Мына депутат болдыңыз бірнеше жыл. Осы өткен уақытыңызда бір істей алмай қалдым ау, бір еліме бір сол қолынан келіп тұрған уақытта сол бір нәрсе істемей кеттім ау деген бір өкінішіңіз бар ма? Енді мынау болған жоқ, ырзамын өзім өмірме, бірақ себепте совет одағы уақытында совет кеңесінде жаңа секретар болып істедім. Енді көптеген қызметтер атқардық. Атқарғанмен сол ауыл халқына жәрдем дейді. Енді істей алмаған жағдайда болды. Ауылмен бірге көптеген жұмыстарды жасап тастадық. Енді менің өкінішім жоқ. Қолынан келген заттың барлығын жасадық. Рахмет, иә. Ал апа, сіздің де бір жыл лебізіңізді естейік. Сізде қарап жүрген жоқсыз. Мына кішкентай бөбектермен жұмыс істедіңіз, садиктер, балабақша ашқан адамдардың бірісіз. Бір өзіңіздің айтар тілегіңіз болса, бір лебізіңіз болса, сіздің де тілегіңізді естейік. Рахмет жандар. Бізді осы үлкен қарияларды ескеріп, еске алып, құттықтап келіп отырғандарыңызға рахмет. Мынау жастарымыз аман болсын, дендері сау болсын, жұмыстарыңыз алға бассын. Рахмет апа, сіздерге де денсаулық тілейміз. Әрдайым дендеріңіз сау болсын. Мынау жақсылап демалып, келіннің ыстық шайын ішіп, немерелеріңіздің қызығына батып, осылай жүре беріңіздер. Әрдайым аманшылықта болыңыздар. Мынау сонымен бірге барлық бүгінгі іс-шараға қатысып отқан ата-апаларымызды да басқа ауданнан келіп жатқан мерекелерімен құттықтаймыз. Құтты болсын мерекелеріңіз. Әрдайым дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, ұрпақтарыңызға үлгі болып, ақыл кеңестеріңізді айтып жүре беріңіздер. Бүгінгі біздің кейіпкерлерімізге де көп рахмет айтамыз. Сонымен бірге мынау азын-аулақ сыйлығымызды апаларға ескерткіш, апа мен ата ескерткіш болсын деп алып берді. Ескерткіш болсын, біз сияқты ұрпақтар
ұрпақтарынан, кішкентай ұрпақтарынан осындай көңілді жақсы күндерінде естені алып жүрсін деп, мына бір ескерткішті сыйға тартамыз. Рахмет әріптестер, сіздерге де сәттілік тілейміз. Бүгінгі мереке бәрімізге ортақ болсын. Меруерт апамыз кішкене тағы бір тілек айтып жіберейін. Ал құрметті оқырмандар, сіздерге құттықтап келіп жатқандарыңызға рахмет. Сіздерге айтар тілегім осында коронавирус деген бәле осымен тамам болсын, кәрі жастарымыз көлденеңнен аман болсын, халқымыз жайында естіп кездесіп жүретіндей елімізде мамыражай заман болсын деген. Құрметті Меруерт апа, сізге де қарияларымыз қазыналарымыз дейді. Осындай қарияларымыз аман болсын. Мақтаарал аудандық әріптестер, сіздерге де үлкен рахмет. Қариясы бар ел, бақытты ел дейді. 100 жасаңыздар, аман болыңыздар. Қымбатты көрермендер, келесі бекетіміз жері шырайлы, тұрғындары мейірімді, Жетісай өңірі. Бұл өңірдің кітапханашылары да қарттарын ерекше құрмет тұтады. Құрметті көрермендер, экранға назар аударыңыздар, алдымен бейнероликті тамашалап алайық. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Түркістан облысының Жетісай қаласында 100 жасқа келген ерлі-зайыптылар тұрады. Ақшаевтар отбасындағы Орын ата мен Гүлсім әженің отасқанына биыл 80 жыл. Ғасырға жуық ғұмыр кешкен қарт жұптан тараған ұрпақтың өзі бүгінде 200-ден асқан. Қос қарияның шаңырағына барып қайтқан тілші бейне сюжетіне назар салыңыздар. Бүгінгі кейіпкердегі шаңырақ иелері танымал тұлғалар емес. Кәдімгі қарапайым ғана көп қазақтың біріндей өз түтіндерін өздері түтетіп, ұрпақ өсіріп, солардың бақуаттылығына ризашылықпен күн кешіп отырған жандар. Бүгінде 80 жылдықтың отауына қол ұстасып, қатар көтерілгелі отырған Орын ата мен Гүлсім әже. Ата-аналардың ұйғарымен бас қосқан жұп 14 перзент көрді. Қазір солардан 4 ұл мен 3 қыздың көзі тірі. Ұрпағының әрбір жетістігі 80 жыл отасқан жандар үшін зор бақыт. 7 баладан тараған 39 немере, 140 шөбере, 16 шөпшек Орын ата мен Гүлсім апаның көз қуанышы. Апаммен қосқанымызға 78 жыл болды. Апамның ешқандай мен кемшілік таба алмаймын. Бала десең, баланы 9 бала туды, 5 қыз туды, 14 перзент көрдім. Қазір жетеуіне егеміз. Бәрі үйлі жайлы, өмірдің адағында ендігі айтамын, мына баланы айтып асыраймын. Мынандай қылып, күнім өтпей қалада өліп қалам деген әңгіме болмады. Перзенттен де кем болғаным жоқ. Білдіңіз бе, 97 жылы кем білді жетектеп, екеуміз әжіге барып келдік. Сол әжінің де несін өтіп келдік. Жаяу жүрген көпшілікке адамға өте пайдалы нәрсе. Әзіргі балдар мінерге далаға 1 километрге бөлек жаяу бармайды, машинамен жүреді. Бізде сақыр деген кесел, дәрмене деген нәрсе оқу әзір де жоқ. Bir қалыпта 120-115 сода тұрамын мен. Мен өзімше ойлаймын, айранды сүтті көп іштік. Арақ, парақ, шылым, пылымның біздің өзім көрдік, оны ішкеніміз жоқ. Біреуге алдамағын, біреуге қиянат қылмағын. Мен өзімді сондай, біреу бірдеңе сұрап келсе, менің тілегім осы үйге мейман келсе, маған Құдай қаяқтан бере береді. Отбасын құра сала, ажыраса салуға болатын бұл заманда мәңгілік махаббатқа көп ешкім сене қоймайтын шығар. Бірақ жетісайлық қарт жұптың шынайы сүйіспеншіліктің ешқашан өшпейтіні бұл түсіністік дейді.
ерлі зайыптылар қай кез болмасын бір-бірін жақсылыққа шақырып насихат айтып отыруға дағдыланған. Қазақ даналығында еркек бас, әйел мойын деген жақсы сөз бар емес пе? Қос қария бір-бірінен ешқашан ажыраған емес. Сондай-ақ мұсылмандықты берік ұстанып, діннің діңгегі санаған ата-апамыз да осы кісілер. Қажылық парызын өтеп келіп, дөңірегін имандылыққа ұйытып отырған абзал жандар жасай берсін деген тілек айтамыз. О танысау жоқ ойда, өзді біздің әкелеріміз жаңағы құда болып, өзді-өзі оның әкесі, ұлдың әкесі, қыздың әкесі сөйлесіп, өздері ырандасып бере салушеді. Сөйтіп бересізсе, соны келе сағамыз. Осықанда келіскенде туралығын айтатын адам еді. Келіндерге ақыл айтпайды, бар ақылымды үйретен. Жаңағы өзі біліп қылып, істеп келіп алдыма қояды. Асымыз даяр, жаңағы кіреміз жүйілі даярлап келсе, оған ісім жоқ онымен айтады. Мұна үйттен, мұнан жалаңаш отырма, мұнандай атаның басының қасында үйттіңдер деп айтамыз. Біздей болып жасаған шырағым, шаңғарағымыз шайқалған жоқ, неше жыл отандастық адамынан біреулердің қатыны кетіндері кетіп бара келіндер. Бір-ек күн тұрып кетеді, бірер жыл біреулер балашырасын тастап та кетіп атыр. Ондай зәкіннен неғына жаңағы 28 келін түсірдім деп отыр ғой. Біреуін мына табалдырғын аттап түспеген. Үйге жолға шықсаң неке бұзылады. О деп Құдайдың арқасында біреуінің жаңағы далаға аттатып шығарғаным жоқ бұл бірақ. Өздері білімнің нәріне мейір қандыра алмай, бірақ шаңырақ көтерген отбасылық өмірлеріне, ауылдың қарапайым таусылмас тірлігіне бой үйретіп, соған көндіккен сол тұстағы жас отау иелері өмірге келген әр баласының ел қатарынан қалмау үшін маңдай терлерін төге жүріп, тәлімнің де, тәрбиенің де жақсы дегеннің бәрін саналарына сіңіруге барлық мүмкіншілікті жасады. Соның арқасында бүгінде ардақты әке мен ата, ана мен әже атанып отыр. Бәрінің де өмірден өз қалауларына лайық орындарын табарлықтай білікті де білімді етіп қалыптастырды. Енді өздерінен тараған ұл мен қыздың бір-бір шаңырақ иесі болып, өз еңбектерімен ел алдына абыройға бөленіп жүргеніне жаратқанға мың шүкіршілік етеді. Бүгінде 28 келін түсіріп, 20 қыз ұзатқан әулеттің келіндері де күйеу болып. Құрметті Жетісай аудандық әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Жетісай аудандық әріптестер бар ма эфирде? Өкінішке орай, Жетісай аудандық әріптестеріміз бізбен байланысқа шыға алмаған сияқты. Олай болса, келесі ауданға кезек берсек, ендігі кезекте ерекше аймақ, суы шипалы, самалы саялы, баршаға тәніне саулық сыйлаған Сарыағаш өңіріне де келіп жеттік. Сарыағаштық әріптестерімізді тыңдасақ, алдымен бейнероликке назар аударыңыздар. Есен апа, сізді мына 1 қазан қарттар күнімен құттықтап келіп отырмыз. Мерекеңіз құтты болсын. Мынау өзіңіз бір әулеттің киесі, шаңырақтың берекесін келтіріп отырған асыл әжесіз, батыр анасыз. Мынау беліңіз қайысқанша еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ол қыздарыңызды өсірдіңіз. Қазір мынау қыздарыңыздың барлығы да бір-бір шаңырақ көтеріп отыр. Анау бала күнімізде еститінбіз ақсақалды аталар мен ақжаулықты аналардан жас күнінде қанша бейнет берсең де, қартайғанда соның зейнетін көрсете көретін. Міне сіз де жас кезіңізде осы ауданымыздың өсіп өркендеуіне үлес қостыңыз. Қаншама еңбектеріңізді білеміз. Мынау арқаңыздан ізбасарларыңызды өсірдіңіз. Талай жастарға тәлім тәрбие бердіңіз. Мынау қазіргі таңда да
зейнет шағыңызда отырсаңыздар қоғамдық істерге араласып жастарға үлгі өнеге болып өзіңіздің ақыл кеңесіңізді беріп бағыт бағдар беріп жүрсіз. Міне біз осы сәтті пайдаланып сізге осындай ақыл кеңестеріңізге өнегелі істеріңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Мынау жанға дауа, көңілге қуат беретін, іске жол ашатын ол қазақ баласы үшін бата. Сондықтан сізден мынау жаңада жас өсіп келе жатқан ұрпаққа өзіңіздің ізгі тілегіңізді, батаңызды берсеңіз. Кітапханаға мен балдарымды ертіп барып тұрамын. Бұл балдар қыздар көп келеді, көп кітап оқиды. Мен оны қуаныш көремін, кеп оқығандарын. Бата берейін. Құдай берсін, бақыт берсін, бергеніне береке берсін, шырақтарының өмір ұзақ болсын, дендері сау болсын, етлесі тілегін берсін, жүректері қайратты болсын, көздері пейнетті болсын, өмір жастар ұзақ болып, дендері сау болып, ниетлесі тілектерін беріп, шауып жүре берсін. Аңсаған армандарына жетіп, оқып, білімді болсын, арқамыз ере берсін, дендері сау болып жүре берсін. Ал, апа, сізге үлкен рахмет. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Құрметті Сарыағаш аудандық әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қонақтар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгін бізде қонақта ақжаулықты анамыз, елге еңбегі сіңген қариямыз Есен апа, біздің кітапханаға қош келдіңіз. Енді кішкене өзіңіздің өміріңізден шолу жасасаңыз. Мен Сарыағаш ауданында 20 жыл жұмыс істедім. Істеп жүріп зейнетке шықтым. Екеуміз, жұбайымыз екеуміз 5 баламыз бар. 12 небірем бар, 8 шөберем бар. Қыздарым, келіндерім бәрі жоғары білімді. Біреуі дәрігер, мұғалім, бухгалтер. Осы кітапханамыз біздің екінші үйіміз балдарымыз үшін. Бәрін әкеп аптасына 2-3 күн оқытамын. Өзім библиотекадан кітап алып, ертең алып оқытамын небірелеріме. Рахмет апа. Мынау жас ұрпаққа жасаған еңбектеріңізге, дархан даналықтарыңызға басымызды иіп, алғысымызды білдіреміз. Әріптестер. Сарыағаш аудандық әріптестер, сіздерге де үлкен рахмет. Ардақты қарияларымыз аман болсын. Олай болса, құрметті көрермендер, ендігі кезекте теріскей айналайын келбетіңнен, сен бізге ақ бесіксің тербетілген деп отырып, Қаратаудың баурайында жатқан тарихы терең, жылнамасы шежіреге толы Созақ өңіріне қарай жылжысақ. Олай болса, Созақ аудандық әріптестеріміздің дайындаған бейнеролигін тамашалап алайық. Мыңжасар Асқарұлы Құлышақ Кемелұлы атындағы шығармашылық бірлестіктің төрағасы, мемлекеттік мекемелер қызметкерлері кәсіподағы Созақ аудандық комитетінің төрағасы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Созақ ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек ардагері, есімі оңтүстік элитасы кітабына енген, Алатаудың бір шыңында орныққан абырой биігі аласармайтын азамат. Ақ жауын, құлагер,
Өмір керуен, Нұрлы жаңбыр, Мен елімнің патриотымын және де бірнеше кітаптардың авторы. Жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу жөнінде лекторлық қызмет атқарып келе жатқан Мыңжасар Асқарұлы талантты, ізденпаз, өнерге жанашыр, қаламгер, жазушы, драматург, ұлы ақындардың соңында көш бастап келе жатқан тума талант иесі. Созақ ауданындағы әріптестер, сіздер эфирдесіздер. Сөз кезегі өздеріңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және оқырмандар. Баршаларыңызды 1 қазан қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерекеге орай облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасы жақсы іс-шараны бастап отыр. Сол іс-шараға бүгін арнайы өзіміздің қонағымыз. Бүгін біздің кітапханамызда қадірлі қонағымыз бар. Ақын, жазушы, Қазақстан Республикасының журналистік одағының мүшесі, сазгер, Созақ ауданы құрметті атқарды Мыңжасар Асқарұлы. Қош келдіңіз, ата. Қош көрдік. Осы балам жасөспірімдермен кездесуде маған бір жас құдай деп сұрақ қойған еді. Көке, осы жастықтың мәні неде екен деп. Сонда мен ол балама сұраған қиын, жастықтың мәні не деген, бұл сұраққа жауап беріп көрмегем. Менен көре жастан сұрақ ол жайды. Мен жастықты тіпті оны көрмегем. Біздің заманымыз сондай өсіп қой жастар. Ол кезде бұны шығып кеткен деді өмір сүрістік. Ол кезде жастықты бүгінгі заманымен салыстыруға болмайды. Қанша қиыншылықты бастан өткіздік. Ауыл шаруашылығын көтеруде, мәдениетімізді көтеруде, әдебиетімізді көтеруде. Тіпті қайсалы болсын, бұл салаға біздің қатыспаған жеріміз қалған жоқ еді. Содан кейін барып айттым, сұрағың қиын, өмірдің мәні не деген, өмір жайды сұрай көрме сен менен. Білгің келсе өмір жайды, мен жайды көз тірі қарттардан сұра, ол жайын деген едім. Содан да біраз уақыт өтіпті. Енді жастарға бүгінгі қарттар күнінің өту мәнісі, бұл жастарға деген тәрбиені қарттар қалай беріп жатыр деген тақырыпта болса керек. Бүгін өтсін жасына қарамастан жастарға тәлім тәрбие беруде ауданның көптеген қарттары, жастары, қариялары, ақсақалдары әлі күнге шейін өмірден өткен жетістіктер мен қиыншылықтар туралы ар санасына сіңіріп, оларды білімділікке, адамгершілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке тәрбиелеуде келе жатыр. Соның бірі осы кітапхана жұмысына айналып өтті. Біз осы кітапхананы шығармашылық бірлестіктің барлық азаматтары, қарттарымыз, жастарымыз бар бірлесіп өткізіп жатырмыз. Сол себептен де кітапхана біз үшін өте қымбат дүние, өйткені адам тәлім тәрбиенің бәрін кітаптан алады. Сананы да кітаптан алады. Адами болмысы адамның тәрбиелі жаққа да өтуде осы кітаптың, әдебиеттің, мәдениеттің айналысында өтеді деп ойлаймын. Ал енді жас ұрпақтарға келетін болса, жастар мысалы өзінің ана тілін үйрену керек, ана тілін сүйіспеншілік көрсету керек. Ол қай жерде басталады? Осы жастар кітапханасында басталады.
Бұл жерден біз талай куә болғанбыз. Жастар осы жерде бар уақытта өздерінің білімдерін, әдебиетке деген, өнерге деген сүйіспеншілігін бәрін осы жерден алып қайтқандығын. Талай жастардың куәсі болған азаматтардың біріміз. Ал енді мынау уақыттың өшкеттігі көрінеді. Мен сіздерге мына қарттар жайлы бір-екі жұма өзім оқып жіберейін ағайын. Сөзім көбейеді, енді қысқартып жатырмын. Ол қарттарым тербетіңдер ақ айдындығын, тербетіңдер ақ айдын келесін, жарқын жүргенін қуатын келіп, құтты болсын мерекеңіз ағайын, өздеріңді бұрқылай демекпін. О ақсақалдар, о жастар кәре көрсең, баяу жүріс шашаппақ, қолынан келсе жақсылықты істеп бақ, сезімі тұнып, мейірімді жандар ешқашан келмейді ісін тәкетпен аяқтап. Әлбетте, біздің қарттарымызға осындай құрмет көрсету біздің ата салтымыздан келген дүние. Бүгінгі қарттар күнінің негізгі мәнісі мынау жалғыз басты қарттарға, мүгедектерге, отбасыларға өзінің мынау қайырымдылық қорын жасау дегенде бар. Міне соларды ауданымыздың көлемінде осы кітапхана ұжымы бәрі де осы шарадан қалып қалған еді. Сондықтан да анау Әбу Насыр әл-Фарабидің сөзі бар. Адамның өмірге көзқарасы өмірге деген құрметі деген. Ол не деген сөз? Ол отаны сүю, елді сүю, мәдениетті сүю, білімді сүю деген мәселені айтылады. Сол себептен де біз жастарды осы уақытта ғана тәрбиелеп айтып кеткен дүниеміз бар. Тағы айтарым, жапырағың жайқалған, бақша жұртқа тақсылығың байқалған. Амандықта тілейтін мен сіздерге ұрпағыңа тәрбие айта алған деген сөз жолдарды арнайын біледі. Құрметті қарттар, мен қариялардың мәнді өмір, зор денсаулық, амандық, ұрпақшылдығын сүйікпесі деген жылы сөзімді аяғағым келеді. Сөзімнің аяғында. Құрметті Мужасыр Асқарұлы, бүгін қонақ болып келдіңіз. Отбасыңызға амандық тілеймін. Құрметті әріптестер, баршаларыңызға рахмет, тәтті қарттар күні құтты болсын. Әріптестер, сіздерге де рахмет, құрмет. Мына жүрегіңізден шыққан кереметтей өлеңдеріңіз үшін де алғысымыз шексіз. Аман болыңыз, жүз жасаңыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі онлайн кездесу кешімізді қорытындылайтын аймақ руханиятқа бай, келбетті тұлғалары кемел келешекке жол бастап жүрген Келес ауданы. Олай болса, экранға назар аударыңыздар. Келес ауданын дайындаған бейнеролигін тамашалайық. Қариясы бар ел, қазынасы бар ел деген көне көз қарияларымыз ендеше кейінгі ұрпаққа үлгі болар, ұлағатты дана сөзі бар асыл қарттарымыздың мерекесі құтты болсын. Бүгін біз сіздерге ауданымыздың үлгілі отбасы, ауылымыздың дана қариясы, 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, 13 немеренің сүйікті атасы Сұлтаханов Бақытқан ағамызды таныстырып өтейік. Сұлтаханов Бақытқан Әбдіханұлы 1953 жылы 18 ақпанда Шымкент облысы Келес ауданы Абай ауылында дүниеге келген. Зейнеткерлікке шықса да қоғамдық жұмысқа белсене араласып, Келес ауданы Абай ауылы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары қызметін қоғамдық негізде атқарып келеді. Сұлтаханов Бақытқан ағамыз сонымен қатар шығармашылықпен де айналысып, көптеген өлеңдер, толғаулар жазып, баспасөз беттеріне жариялап отырады. Ауданымыздың өсіп өркендеуіне қосқан үлесі, еңбегі ерен. Бүгін еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға игілік мен ізгіліктің, пайым парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емессіздер. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл кеңестеріңіз, тәлім тағылымдарыңыздың біз үшін орны бөлек. Осындай мерекені пайдаланып, отбасыларыңызға амандық,
Дендеріңізге саулық, әдемі қартаю бұйырсын дейміз. Жастар тәрбиесін жөнінде өте көп айтуға болады. Тәуелсіз еліміздің болашағы сол жастарымыздың білімінің, олардың рухани байлығының тереңдігіне тікелей байланысты. Сол жастарымыз қаншалықты рухани бай болса, тәрбиелі болса, сонда біздің келешегіміз, еліміздің келешегі жарқын болады. Ұлттық құндылықтары бар, тәрбие жасайтын салт дәстүрлері бар. Біз жастарды тәрбиелегенде басқа ештеңеге алаңдамай-ақ, осы өзіміздің қазағымыздың салт дәстүріменен ұлттық құндылықтарына сүйеніп отырып тәрбиелесек, соның өзі өте үлкен тірлік болады. Барлығын біздің жаңағы ата-бабаларымыз айтып кеткен, жазып кеткен, сол тәрбиені берсек, соның өзі үлкен тәрбие деп есептеймін. Жастарды кітап оқуға соны қатты насихаттауымыз керек. Біздің жалпы тәрбие дегенде, мына Абайдың өзі 175 жылдық мерейтойын тойлап отырмыз ғой енді. Бұл Абайдың шығармалары тұнып тұрған кәдімгі тәрбиенің көзі. Сол Абайды оқыта алсақ, барлық тәрбие сол Абайдың шығармаларында тұр. Осы жөнінде мына Абайдың өлеңі бар, мен айтып кетейін. Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман, шошимын кейінгі жас балалардан, терін сатпай, кеміріп көзін сатып, теп-тегіс жұрттың бәрі болды аларман дейді. Жастарды тәрбиелеуде, жастарды отансүйгіштік, елдің патриоты, оның ішінде осы келестің патриоты болып өсуіне біз барынша күш салатын боламыз. Рахмет, келгендеріңізге келіп, құттықтап жатқандарыңызға үлкен рахмет, аман болыңыздар, денlerіңіз сау болсын. Бірінші қазан қарттар. Құрметті әріптестер, сіздер өздер эфирдесіздер. Сіздердің сұхбаттарыңызды тамашаласақ. Келес аудандық әріптестер. Саламатсыздар ма, құрметті көрермен қауым, құрметті әріптестер, қымбатты аталар, ақжаулықты әжелер, 1 қазан халықаралық қарттар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі кешіміздің қонағы таныстырып өтсем, бүгін біздің Келес аудандық балалар кітапханамызда қонақта ауылымыздың өсіп өркендеуіне, дамуына өз үлесін қосып, қызмет еткен құрметті азаматы, бүгінде еңбектерінің зейнетін көріп отырған, барлық уақытта төрімізден орын алатын Келес ауданы Абай ауылы ардагерлер кеңесінің төрағасы, құрметті азаматы, сонымен қатар шығармашылықпен де айналысып, көптеген өлеңдер мен толғаулардың авторы, ауданымыздың үлгілі отбасы, ауылымыздың дана қариясы, Сұлтанханов Бақытхан ағамыз, кешіміздің қадірлі қонағы. Аға, бүгінгі кешімізге қош келіпсіз. Бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді өзіңіз туралы қысқаша айта өтсеңіз, еңбек жолыңызды, шығармашылық жолдарыңыз туралы. Рахмет. Алдымен халықаралық қарттар күні қарсаңында осындай бір керемет жақсы іс-шараны ұйымдастырып отырған облыстық Орай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының ұжымына өз ырзашылығымды білдіремін. Үлкен рахмет. Мына өзім жайлы қысқаша айтатын болсам,
Жаңа айтты, 1953 жылы осы Келес ауданында туылғанмын. Одан мына жоғары оқу орнын Алматыда бітіргеннен кейін осы Келес ауданында қызмет жасадым. Жетісай ауданында партия саласында Ленинатта совхоздың партком секретары, Жетісай аудандық партия комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, одан осы өзіміздің Келес ауданының партия комиссиясының төрағасы болып қызмет жасадым. Одан кейін мына аудандағы Үшкін ауылдық округінің әкімі болып 13 жыл қызмет жасадым. Одан кейін мына Сарыағаш ауданына қосылғанбыз ол кезде. Сарыағаш ауданында аудан әкімшілігінің бөлімінде сектор меңгерушісі болып қызмет жасап, зейнеткерлікке шыққанмын. Одан кейін енді зейнеткерлікке шықсақ та қарап отырғанымыз жоқ. Қоғамдық жұмысқа белсене араласып, осы жастарымызды отансүйгіштікке, еңбекке тәрбиелеуде қолымыздан келген жұмыстарды атқарып келеміз. Қазіргі таңда осы Абай ауылының ардагерлер кеңесінің төрағасымын, Келес ауданының құрметті азаматымын. Енді ақсақалдарды барынша тәжірибесін, білімін пайдалана отырып, осы жастарға қолымыздан келгенше тәрбиелік мәні бар жұмыстарды атқарып, өзіміздің еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесімізді қоссақ деп жүрміз. Соған шамамыз келгенше әрекет жасап жатырмыз. Енді мына сөзім соңында ауданымыздың, облысымыздың қарттарын, ардагерлерін мерекеменен құттықтаймын. Дендері сау болсын, еліміз аман болып, тәуелсіз Қазақстанымыз өсіп өркендей берсін дегім келеді. Рахмет Бақытхан аға, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын деп тілеп қаламыз. Рахмет әріптестер, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге де үлкен рахмет Бақытхан аға, парасатты сұхбатыңыз үшін мың алғыс. Көп жасаңыз. Құрметті әріптестер, сіздерге бүгін осы онлайн кездесу кешін ұйымдастыруда бізбен бірге болып қолдау көрсеткендеріңіз үшін мың алғыс. Сонымен қатар арнайы 1 қазан халықаралық қарттар күніне арнайы жасаған бейнероликтеріңіз үшін де үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді мынау әлеуметтік желінің нашарлауына байланысты, яғни нашарлығына байланысты көптеген бейнероликтерімізді жақсы көре тамашалай алмадыңыздар. Сол себепті бұл бейнероликтерді біз міндетті түрде Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының әлеуметтік Facebook парақшасында міндетті түрде жеке жариялайтын боламыз. Бүгін көре алмаған көрермендер тамашалаңыздар, көріңіздер. Ал осымен бүгінгі онлайн кездесу кешіміз өз мәресіне жеткенде. Абырой амандығын арта берсін, бақ-дәулет қызығымен қатар келсін. Ұрпағын жақсы көрген жиі келіп, таусылмас дәм тұзыңды тата берсін. Қарттарым, сіздерге Алла саулық берсін, ден саулық, ауыз бірлік бола берсін. Тап-таза абыройлы болғаныңды қазіргі ел билеген жастар көрсін деп тілек тілеп, бүгінгі онлайн кездесу кешімізді осымен аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, құрметті аяулы да ардақты қарттар, қариялар, аталар, әжелер мен аналар, сіздерді тағы да 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде бізбен бірге болғандарыңыз үшін, алтын уақыттарыңызды бөліп бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.